Өткенде маған операция жасады жігіттер. Наркозды кіргізейін деп жатыр, қаншаға барамыз, анамның өзі наркоздың өзі нелері бар. Ұйықтап кетті. Бір анандай монтаж болады ғой, келе жатасың да, қолын алып тастайсың, қайтадан новый мәселе басталады. Тура сондай ғой. Көзімді ашсам, уже 1,5-2 сағат өтіп кеткен білмеймін. Әйтеуір бір қарағаным сағат 3 болды, көзімді ашсам уже 6. Сонымен аузымда трубканы алып шықты, бейт сөйтті. Сосын ана жігіт айтады, әреке білесіз бе дейді. Қанша адам әртүрлі нәрсе айтады ғой. Наркоздан кейін адам қуады екен ғой неше түрлі. Сіз кәлима айтып жаттыңыз деп та. Жүрегім жаман жылды да. Альхамдулилля, ми істемеген кезде адамның жүрегі істейді жігіттер. Сол себепті бір жігіттер айтқандай аварияға түскен кезде біреу боқтайды, біреу айғайлайды, біреу шыңғырады. Сол кезде біреу де кәлима айтқан жоқ дейді да. Соған кейде лайықты болмай қаламыз ба деп қорқамыз. Бірақ сол кәлима айтқызуға, жалпы өзіңнің мұсылман ретінде стануына осындай орталар көп себеп.